Қыздарға әсемдік жарасады, ай көркі биіктетер аласаны. Болмаса сұлу қыз ару әйел, табылып еркімдермен санасады. Өрімталы көркем солу мүсін, көргенде қайран қап күйеуің шын. Мың ақын жырласа тіл жетпейтін, бұл қыздар жаралған тек, бұл қыздар жаралған тек сүйің үшін. Өрімталы көркем солу мүсін, көргенде қайран. Құрметті Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінде қызмет атқаратын біздің ару әріптестеріміз. Сіздерді ару көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдіктің, әдеміліктің, әдептіліктің иесі болып, бақытты да баянды өмір кешіңіздер. Денлеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық, отбасыларыңызға құт береке, ауызбіршіліктен тыныштық тілеймін. Жұлдызын баласаңда, жүздірер жүректі нұрлы үмітке, басыңа қоятын мұңды үпте. Қиялы мен жұмбақтан жаратылған, қызару қалар мәңгі, қызару қалар мәңгі. Ол биікте жүздірер жүректі нұрлы үмітке, басыңа қоятын мұңды үпте. Көктемдегі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен әр шаңырақты шаттыққа бөлейтін аналар мен қыз келіншектердің қуанышына ортақпын. Ер елдің иесі, әйел үйдің киесі дегендей, отбасындағы береке бірлікке, өмірдегі әсемдік пен нәзіктікке жолбасшы бола жүріп, айналасына инабаттылықтың нұрын сепкен аналарымыз бен қыз келіншектерімізді шын жүректен құттықтаймын. Қытып шаңырағын тамашаның, бақытын отбасының жарашады. Тірліктің түп мәні ұрпақ деген, аруға ана болу жарасады. Көктегі ай күндей дара тұлға, қыз десе дүние дала тұнған. Намысы ару қыздар, мәңгі өлмес арман жырдан, мәңгі өлмес арман жырдан жаратылған. Көктегі ай күн